2008 жылғы 14-15 тамыз күндері Ақтөбе облысы Байғанин ауданында ақын құрмет орденінің иегері Өтежан Нұрғалиұлының 70 жылдық мерейтойы аталып өтті. 17 жасында қазақтың Пушкині деп танылған талант иесі кемеліне келген кемеңгер кезінде туған жерінде ел жұртымен сағына көрісті. Аса көрнекті қазақ қаламгері Өтежан Нұрғали 1938 жылдың 15 тамыз күні Жем бойында дүниеге келген. 1964 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген соң, алғашқы еңбек жолын туған ауылы Жарғамыс орта мектебінде ұстаздық қызметтен бастайды. Кейін Алматыға келіп, Жалын баспасында, Қазақ телевизиясында, әдеби газет журналдарда түрлі қызметтер атқарады. Оның әр жылдары шыққан 4 кітаптан тұратын Соғыстың соңғы жазы атты балладалар топтамасы, Менің махаббатым, Ақ нөсер, Нөсерден кейін, Кемпір қосақ, Тыныштық, Қайыңды тоғай, Ай астында ақбоз үй, тағы да басқа таңдамалы өлеңдер жинағы мен Афина мектебі атты философиялық дастандары қазақ әдебиетінде ерекше орын алады. Сонымен қатар ақынның аударма саласындағы еңбегі де зор. Ол орыс ақындары Пушкин, Есенин, Блоктан бастап әлем әдебиетінің әйгілі өкілдері батыс пен шығыс шайырларының да шығармаларын ана тілінде сөйлетті. Қарауыл келді, Жарғамыс, Кемерши ауылдарында өткізілген мерейтойға қаламгердің ақтөбелік Мейірхан Ағдәулетұлы, Ертай Ашықбаев, Маңғыстаулық Светқали Нұржан бастаған ақын інілерде қатысып, оқырмандармен кездесулерде Өтежан Нұрғали өмірі мен еңбектері жөнінде пікірлерін айтты. Соғыстың соңғы жазы деген кітаптарында балладалар қарапайым адамдар туралы. Бұны енді біздің ұлтымыздың сол дәуірдегі ұлттық портреті десе болады. Сол Өтежанның өлеңмен сомдаған кейіпкерлерінде, кейіпкерлердің сезімінде, көзқарасында біздің ұлтымыздың айнымаған портреті тұр. Бүкіл ақылдылығы, данышпандығы, дарақылығы, ақымақтығы, кейде тіпті иттігі. Ұлт болғасын солай болады. Енді екінші бір мысалы Өтежанның көрінген адамның әлі жете бермейтін Афина мектебіне ұрынды бұл. Себебі бұл өте көп оқыған. Бізде интеллект мәселесі төмен. Әлемнің әдебиетін, әлемнің философиясын білмейді. Ол деген жаңа ақын міндетті түрде философ болады деген сөз емес. Өтекең туралы көп әңгімелер айтылады, қияс сөйледі деп айтады. Мен ойлаймын, өзі іші нәзік, жан-жағы толық түсінбейтін адамда сондай бір реакция пайда болады. Өзін қорғау үшін адам баласы бір қорғаныс ойлап табады ғой. Өтекеңнің қарап отырсаң, оны көп адам түсінбейтін сұхбаттарында дұрыс нәрсені теріс қаратып айтады. Ол мына бәлкім ызадан, бәлкім ішкі юмордан туған нәрсе деп ойлайды жұрт. Мен ойлаймын, өзінің баладан нәзік жанын қорғау үшін ойлап тапқан өзінің бір нәрсесі шығар деп ойлаймын. Жүрегелі пайда болған. Адам өмірден қорғану керек қой. Өтекеңнің поэзиясын саралап қарасаңыз, ондай лирика қазірдің өзінде өте сирек. Өтеғанның лирикасы ерекше бір сезіммен жазылған, тереңдігі мол. Оқыған адамның көңілін ол жұтатын лирика. Өтежан Нұрғалиевтің әрбір шығармасы, әр кезеңдегі дүниелері еш уақытта, қандай уақыт өтсе де өзгермейтін, оған берілген баға тұрақты күйінде қалатын баға. Егер ақын өзін өзі қинаса, өзін өзі аямаса, өзін сол өлімнің жолында өмірін бәйгеге тігетін болса, ол әр уақытта нағыз классикалық дүниелер туындыра алады. Мен Өтежан Нұрғалиевті тап сондай ақын деп есептеймін. Мерейтой аясында жас балуандар арасында қазақша күрес өткізіліп, жеңімпаз Өтежан Нұрғали атасының атындағы жүлдемен марапатталды. Ақын туған Жарғамыс ауылындағы ескі үйінің қазіргі орнынан бұлақ көзі шығып жатыр. Оны халық сүйікті ұлының құрметіне Өтежанның бұлағы деп атап кеткен. Сардан шыққан ең дарынсыз адам менмін. Алғандардың бәрі әулие шетінен басыр, бірақ ата қалмаған. Соны мені қалдырған ғой, солардың айтадан шығарды. Байғанин ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен қаламгердің туған жерінде музей көрме, ауыл мектептерінде ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған бұрыштар жасақталған. Ауыл балалары даңқты жерлесінің жырларын жаттап өсіп келеді.